Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонның елімізге сапар аясында тағы бір меморандумға қол қойылды. Құжатты Қазақстанның дін істері және азаматтық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаев пен Тәжікстан үкіметі жанындағы дін істері, ұлттық дәстүрлер, мерекелер мен салт жораларды реттеу комитетінің төрағасы Давлодзада Сулаймон бекітті. Меморандум аясында діни экстремизмнің алдын алу бойынша өзара тәжірибе алмасып, бірлесіп жұмыс істеу жоспары бар. Бұл ынтымақтастықтың аясында біз түрлі іс-шараларды өткізіп, өздеріміз жинаған тәжірибелерімізден алмасып тұрамыз. Оның үстіне осындай үйлестірілген іс-әрекет біздің ойымызша осы діни экстремизмнің, радикализмнің алдын алу жұмысының тиімділігін арттыра түседі деп ойлаймыз. Меморандумның негізінде біз бірлескен зерттеу, бірлескен талдау, бірлескен ғылыми жұмыстарды жүргізе аламыз.